Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа өзімнің мантыны жасау рецептімен бөлсемін. Өте дәмді болып шығады, езілмей, қамыры жұп-жұқа, іші сочный болып піседі. Және де осындай бетіне өте дәмді подливтің рецептімен бөлсемін. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға бір бокал салқын суымызды қосып, үстіне бір шай қасықтан сәл көбірек етіп, тұзымызды қосып, араластырып, тұз суымызды дайындап аламыз да, үстіне енді бір жұмыртқамызды жарып қосамыз. Тағы да қолымызбен араластырамыз. Енді осыған ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды осылай шетінен аз-аздан қоса отыра, орташа етіп илейміз. Қатты болмау керек, және де қатты жұмсақта болып кетпеу керек. Орташа етіп илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып иленуі керек. Илеп болғаннан кейін дәл осы ыдысымызбен бетін төңкеріп 5 минутқа қалдырып қоямыз. 5 минуттан кейін осылай тағы да бір қайтара илеп жібереміз. Қамырларыңыз жақсы дем алып иленген болса, өте әдемі болып жайылады, және піскенде де әдемі болып піседі. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасын турап дайындап алғанмын. Фарш, қойдың құйрық майын қостым, майдалап турадым, сонда піскен кезде езіліп кетеді. Ас қабақ аздап картоп және де пияз қосып, тұзымызды, бұршымызды қосып араластырып аламыз. Және де аздап осылай сұйық май қосып жібереміз. Сонда іші құрғақ болмай, сочный болып піседі. Мінекей араластырып қойдық. Енді қамыры да дайын болып қалды. Мінекей менде осында бір үлкен зола қамыр, осыны екіге бөлеміз. Егер де біреуін жай алмайтын болсаңыздар, кеңесім осылай екіге бөліп алыңыздар. Сонда қамырларыңыз дөп-дөңгелек болып, жұқа болып, әдемі болып жайылады. Осылай ұнымызға аунатып, қолымызбен басып, оқтаудың көмегімен шетін ғана басып, біршама қамырымызды үлкейтіп аламыз. Қамырымызды үлкейгеннен кейін осылай ұнымызды тағы да сеуіп, осылай қамырымызды оқтаумен орап, үстінен қатты баспай, жай ғана басып, жайып шығамыз қамырымызды. Жұп-жұқа етіп жайыңыздар, сонда қамырларыңыз піскенде жұқа болып шығады. Осылай барлығын жая бересіздер. Мінекей жұп-жұқа болып шықты. Енді дәл видеодағыдай орап, мантыға осылай ораймыз, 4 бұрыш етіп кесіп шығамыз. Мен кішілеу етіп кесіп жатырмын, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кесе берсеңіздер болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін үстіне салмасын салып, мантымызды түйіп аламыз. Және де түйіп болғанша сіздердің мантаваркаде суларыңыз қайнап тұру керек. Барлығын түйіп болғаннан кейін мантаварканың астын майлап, үстіне мантыларымызды қойып, және де қамырдың бетіне щетканың көмегімен кондитерский, яғни сұйық май жағып шығуды ұмытпаңыздар. Сонда піскен кезде беті жұмсақ болып піседі. Мантымыз 40-45 минутта пісіп шығады. Ол уақыт аралығында подлив жасаймыз. Осылай сәбізді, пиязды, тәтті болгар бұршын ұзын қылып, яғни жіңішке турап аламыз да, қызып тұрған майда пиязымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін сәбіз бен тәтті болгар бұршын қосып, тағы да бір 3-4 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын толтырмай қосып, араластырып 1 минуттай қуырып аламыз да, үстінен подливтің бетін жауып тұратындай қылып су құямыз. Қайнағаннан кейін асын жай қойып, тұзымызды, лавр жапырағын қоссаңыздар болады. 1-2 данасын 5 минуттай қайнағаннан кейін подливтеріңіз дайын болды. Мінекей мантымызда дайын болып қалды. Көріп отқандарыңыздай өте жұмсақ, беті де жұп-жұмсақ, іші сочный, езілмей әдемі болып пісті. Енді осы мантыларымызды ыдысымызға салып, қазір дастарханымызға ұсынатын боламыз. Бетіне подливін салып, қалауларыңызға қарай ас көк сепсеңіздер болады.
өте дәмді болып шығады. Дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға да ұнайды деген ойдамын. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта өзімнің әртүрлі тағамдардың, салат, тәттілерінің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.